Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Және контршабуыл Гериханов. Гол! Гол! Семей командасы 4-ші минутта есеп ашты. Мінекей. Шыңғыс Есенаманов, Қайрат командасының экс ойыншысы. Есенамановты көріп отырмыз. Ұрымтал сәтті ұтымда пайдаланып кетті. Я, есеп ашылды. Семей әрине бүгін жеңісті. Контршабуыл Камил Гериханов. Гериханов қақпаға соққы. Және есеп 2-0. Семей ойыншылары не істеп жатыр қазір? Камил Герихановта жақсы мүмкіндік болды. Бірақ гол сәтте Денис қайтарды. Ал Никита Емельянов болса Герихановтың пасын голға айналдырды. Никита Емельянов 89 нөмірдегі ойыншы тамаша гол салды. Есеп 2-0. Қайраттың жағдайы қиындау қазір. Расында қиындау. Қайрат командасының Ариет оң қапталды өте жақсы ойнайды. Төреғазин. Ой-ой-ой, Ариетті жақсы қорғанып еді, бірақ топтан айырып қалды. Және контршабуыл қазір. Кандидо. Андерсон Патрисиньо Алвес, яғни Дедезиньо есепті 3-0-ге жеткізді. Дедезиньо Қазақстан чемпионатындағы кезекті голын салды қадірменді. Көрермен Андерсон Дедезиньо есепті 3-0-ге жеткізді. Ал керек болса, бүгін Қайрат командасы мына түрмен жеңіске жете аламын екен. Қараңызшы, және Денистің екі аяғының ортасынан өткізіп отыр. Бұл өте сирек жағдай. Кәсіпқой үзіліске дейін Семей командасы мына түрмен мынандай қарқымен дағы бір гол салып кетуі мүмкін. Және гол бар. Қайрат жігіттерін қазір жағдай сәл болса ретте алды бұл жерде. Есеп армасын қысқарталды. Және Есенаманов алып берген екен. Негізі Никита қолмен ұстау керек, тартып алды. Контршабуыл Камил Гериханов пас береді бұл жерде. Және Дедезиньо есепті 4-1-ге жеткізді. Ай, бүгін Семей командасы 3 ұпай алып кететін секілді. Семей жігіттерін тоқтату қиын болып тұр. Я, кешегі ойында семейліктер жеңіліс тапқан еді 3-1 есебімен. Бүгін біз мүлдем басқа Семей командасын көріп отырмыз. Әдемі ашылды. Әдемі гол соқты. Жеңіске жеткен жағдайда ғана командалардың ұпайлары теңеседі. Ал басқа жағдайда Қайратта 97 ұпай болады. Семейде 103 ұпай болады. Қазір тағы бір гол салынды. Үзіліске дейін жақсы. Жаман емес. Гол бар бұл жерде. Және әлде болса есеп айырмасын қысқартуға болады. Әлде болса таразбасын теңестіруге болады. Чемпиондар лигасында әбден ойнап, тәжірибе жинап қалған команда. Сондықтан да бұл жігіттер әлде болса өз дегенін көрсетуі мүмкін. Уақыт жеткілікті.
Алисон. Денис қосылды. Эдсон. Дениске қайта беруге болады. Негізі бірақ қателік болды және тағы да гол бола ма? Я. Шыңғыс Есенаманов дубль автор атанды. Өзінің бұрынғы командасының қақпасына екінші голын салды. Жалпы есеп 5-2 болды. Денистің позициясына барып үлгермеген көріп отырмыз, бірақ ол жерде Денистің алдында капитан Эдсон қателесіп қалды ғой пас беруде. Есенаманов әдем алдап барып тепті. Аутқа кетпеді екен бұл жерде мәселе. Қазір гол салды мүмкін және Қайрат командасы гол соғалды. Үзілістен кейін есеп 3-5 болды. Кевин Ариета гол автор атанды.